Саламатсыздар ма, оқушылар мен ұстаздар? Қайырлы күн, әріптестер. 21 ғасыр білім мен ғылым ғасыры. Физика, ғылымдар патшасы, информатика, ақпараттар ғылымы. 21 ғасыр информатика ғасыры. Яғни ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашақ жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер мен ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итермелейді. Робототехника, информатика ғылымдарының құрамдас бөлігі және де Қазақстанның білім беру мекемелерінде енгізіліп жатырған жаңа бағыттардың қатарында. Робототехника курстары бірқатар қиын техникалық пәндерді білім алушыларға үйретуде керемет құрал. Мұнда білім алушылардың тек логикалық ойлау қабілеті жетіліп қана қоймай, сонымен қатар математикалық, алгоритмдік, жалпы қабілеттері мен электрондық сызбаларды түсіну, проблемаларды түрлі жолдармен шешу секілді басқа да зерттеушілік біліктіліктерін арттыра алады. Еліміз адамзат қоғамының барлық салалары жоғары технологияларға негізделген ақпараттандыру заманында дамып келеді. Бүгінгі 4-ші өнеркәсіптік революция цифрлы қоғамды қалыптастырып отыр. Робототехниканы, компьютерлендірілген жүйелерді кеңінен қолдануға негізделген өндірістерді ашумен қатар, цифрлы технологияларды жаппай қолдану жоғары экономикалық өсуді қамтамасыз етудің қуатты факторы болып табылады. Білім беру саласына да цифрлық технологиялар енгізіліп, жүзеге асырылуда. 21 ғасырда ғылыми-техникалық революция ғасыры деп те атаймыз. Себебі ғылым мен техника үлкен қарқынмен дамып келеді. Және ашылған ғылыми жаңалықтар адамзатқа айналып, жедел түрде өнеркәсіп пен тұрмысқа енгізіліп отыр. Техниканың қарышты дамуына физиканың қосқан үлесі зор. Ғылым тарихы 16-17 ғасырдағы ғылыми революциялар арқылы пайда болған жаратылыстану физика ғылымының дамуына тығыз байланысты екендігін дәлелдейді. Физика ғана бүгінгі күнге дейін ең дамыған, жүйелі түрде дамып келе жатқан жаратылыс ғылымы болып есептелінеді. Күннен күнге ғылым мен техника дамып келе жатыр. Адам баласы тек білім, ғылым арқылы өз орнын табады. Болашақ ғасырда білім теңізінен жүзіп өткендер ғана еліміздің тірегі, сүйеніші болады деп ойлаймыз. Мектептің басты нысаны білімді, білікті, еңбекшіл, ғылым мен техниканы жете меңгерген ұрпақ тәрбиелеу. Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебі бойынша 2021 жылдың 12-16 сәуір аралығында физика, информатика, ғылымның негізгі тірегі, өмірдің нағыз керегі атты физика-информатика пәндері апталығы ұйымдастырылуда. Мақсаты физика, информатика пәндерінің өмірде қолданылуы, ғылым мен техниканың дамуының маңыздылығын түсіндіру, оқушылардың танымдық ізденістерін ояту, логикалық ойлау қабілетін, пәндерге деген ынтасын, белсенділігін, компьютерлік сауаттылығын арттыру. Мектепте алған білімдерін өмірде, практикада қолдана білу. Апталық барысында ашық сабақтар, танымдық ойындар, сыныптан тыс тәрбиелік шаралар жоспарлануда. 12 сәуір ғарышкерлер күні және ғылым қызметкерлер күніне орай адамзаттың тұңғыш ғарышкері Юрий Алексеевич Гагариннің ғарышқа қадам басқанына 60 жыл толуына байланысты әртүрлі сыныптан тыс шаралар, конкурстар жоспарлануда. Осы апталықта ұйымдастырылған шараларға қатысуларыңыз сұралады.